Сонымен оқушылар, келесі бізде 856 есеп. 6 сынып теңдеулерді шешуге берілген есептер. Ең бірінші жақшаны ашып алайық. 16х азайту 170, қосу 2 мен 7-ні көбейтем 14х. Қосу, плюс пен минусты көбейтсек минус болады. 165-ті 2-ге көбейтсем 330 шығады. Тең 85х қосу 1400 азайту 56х минус пен минус плюс 58 болады. Енді х барларды жинақтайын. 16 мен 14 ол 30х болады. 56-дан х бар бізде 8 емес, мына жерде 85, 85. 85-тен 56-ны азайтсам, 15-тен 6 азайтам 9, 7 қалады, 7-тен 5 азайтсам 29. Теңдіктің келесі бетіне минус 29х болып өтеді. Тең. Бос мүшелер 1400 бен 58-ді қоссақ 1458 болады. Ал мына жерде 330-ға 170-ті қоссам 400, 500 болады. Плюс 500 шығады. Енді 30-дан 29 алсам х болады. 1458-ге 500-ті қоссам 1958. Енді бұл теңдеуде былай дейді. Берілген теңдеуді шешіп, Ақмола облысында орналасқан Қорғалжын қорығы туралы мәлімет алыңдар дейді. Демек, осы теңдеуді шешсем, Қорғалжын қорығының құрылған жылы туралы мәлімет алыппыз. Қорғалжын қорығы 1958 жылы құрылған екен. Келесі есеп, екінші есебі 1350 қосу 5y қосу 500 тең 15y минус 150 минус 589. Осы теңдеуді шығарсақ, қорықтың ауданы қанша екеніне көз жеткізеді екенбіз. 5y, мына 15 теңдіктің келесі бетіне минус болып өтеді. Минус 15y тең. Келесі бос мүшелер 1300-ге 500-ді 1350-ге 500-ді қоссақ 1850 болады. Бірақ плюс еді, ол теңдіктің келесі бетіне минус болып өтеді. Минус 150 минус 589. 5-тен 15-ті азайтсам минус 10y болады. Енді осылардың барлығын бір-біріне қосып шығайық. 1850-ге 150-ді қосайық, оған 589-ды қосайық. Бізде 2589 шығады. Минус 2009 2589 шығады. Y-ді табу үшін 2589-ды 10-ға бөлеміз. Минусты минусқа бөлеміз, 10 шығады. Y тең 258,9 мың гектарға тең екен. Бұл Қорғалжын қорығының ауданы 258,9 мың гектарға тең екен. Келесі есеп. Үшіншісі, осының. Үшіншісін шығарайық. Үшіншісі бойынша осы теңдеудің түбірі, осы қорықтағы өсімдіктердің түрі қанша екенін табады екенбіз. Есептейік. 9-ды z-ге көбейтсем 9z, 37-ні 9-ға көбейтейік. 37 емес, мына жерде 73.
9-ды 73-ге көбейтсек, минус, сол жердегі ішім 27, 2 ойда, 63, 65, 657. Минус 8z, 375-ті 8-ге көбейтетін болсақ, минус 3000 шығады. Тең 238 минус 11z плюс 77 болды. Енді бізде z барларды теңдіктің бір жағына жинайық. Осы үшеу екене 9-дан 8-ді азайтам 1 болады. 1 z 11 мынаяққа плюс болады да 11 z болады. Тең. Бос мүшелеріміз 238 қосу 77 және де минус 3000 плюс 3000 болып келеді. 657 минус еді, ол да плюс болып келеді. 657. 11-ге 1-ді қоссам 12z болады. Ал мынау бос мүшелердің барлығын бір-біріне қосып шығамыз. Барлығын қоссақ 7. Қазір барлығын қосайық. Барлығын бір-біріне қосатын болсақ 3972 шығады. Z-ті табу үшін 3972-ні 12-ге бөлеміз. Z тең 331. Бұл қорықта 331 өсімдіктің түрі бар екен. Төртіншісі, осы теңдеудің шешімін тапсақ, қорықтағы бауырмен жорғалаушылардың саны неше екендігін табамыз. Көбейтейік. 17-ні x-ге көбейтем 17x. 17 мен 13-ті көбейтейік. 221 болады. Минус 19x. 19 бен 21-дің алдындағы таңбалар плюс болады. Және 19 бен 21-дің көбейтіндісі 399 болады. Қосу 249 тең 25-ті 5-ге көбейтсек 125 болады. 125x 125x минус 25-ті 53-ге көбейтеміз. Минус 1325 болады. Минус 21x. Ал мұна минус пен плюсіміз минус болады. Жердегі 6-18 8 түсіп бір ойда. Жердегі 321 ойдағы мен 22 2 түсіп 2 ойда болады. 15 ойда мен 17 демек 1728 шығады. X барлар бізде 17x, 19x, 125x және 21x. Осылардың барлығын біріктірейік. 17-тен 19 аламыз. Минус 2x болады. 125-тен 21-ді азайтсам 104 қалады. Ол теңдіктің келесі бетіне минус болады. 104x болады. 2 минус қосылып минус 106 болады демек. Енді бос мүшелер. Теңнен кейін не тұр? Бұл екеуі минус 1325, минус 1728, минус 249, минус 399 және минус 221 шығады. Мына жерде минус 106x болады. Тең. Мына жерде барлығы минус болғандықтан, бұлардың барлығы қосылып, бізде минус сан шығады.
Бұлардың барлығын бір-біріне қосатын болсақ, 9, 8, 2 болады. Тоже 2 болады. 9 болады. X-ті табу үшін, мыналардың барлығын бір-біріне қоссақ, 3922 шықты. X-ті табу үшін минус 3922-ні бөлеміз минус 106-ға. X тең 3922-ні минус 106-ға бөлсек 37 шығады. Сонда бұл қорықта 37 бауырмен жорғалаушылар бар екен. Келесі 5-ші есеп. 5-ші есепте бұл жерде тура әдеттегідей жақшаны ашып алайық. Минус және минус. Ал 8 бен y-ті көбейтіп 8y болады. 8-ді 325-ке көбейтетін болсақ, 2000, 824 қоян, 200, 2600 болады. Минус 17y, 940-ті 17-ге көбейтсек, минус 15980 шығады. Тең 6-ны 1096-ға көбейтейік. Минус 6y болады. Мына екеуін көбейтсек, минус 6y шығады. Арғарай минус 94y, 17 мен 94-ті көбейтсек, таңба плюс болады. Себебі минусты минусқа көбейтсек, 1598 шықты. Y-ға барларды жинаймыз. 8y-ден 17y алсақ, минус 9y шығады. Мына жерде 94-ге 6-ны қоссақ 100 болады. Минус 100 ол плюс 100 болады. Плюс 100y болады. Бос мүшелер. Бос мүшелерге келейік. Бос мүшелер минус 1, минус енді плюс болады. 980 плюс 2600 плюс 6576 плюс 1598. Мына жерде 100-ден 9 айтсам, 91y шығады. Тең. Ал мына сандардың барлығын бір-біріне қосып шығайық. Бұл жерде барлығы оң сандар болғандықтан 26754 шығады. Y-ті табу үшін 26754-ті 91-ге бөлейік. Y тең бір-біріне бөлетін болсақ, 294 шығады. 294 дегеніміз осы қорықтағы құстардың қанша екендігінің саны екен. Сонда бұл қорықта 294 құс бар екен. 6-шы есеп. 6-шы есепте де әдеттегідей бірінші жақшаларды ашып алайық. 85z минус 27 минус 19 минус 19z тең 43 минус 43z плюс 91 плюс 91z. Z барларды теңдіктің сол жағына, Z жоқ мүшелерді теңдіктің оң жағына жинаймыз. 85z минус 19z плюс болады енді 43z, мына минус болады, минус 91z тең 4
9-ға 4 қосам, 13, 134. Мына екеуі бірге де 2 минус, бірақ мұнда плюс болып келеді олар. 9-ға 7 қосам, 16 бір ойда 3 болады, ойдағымен 4 болады. Ал мыналарды біріктірейік. 19 мен 91-ді бірінші біріктіріп аламыз. Ал 885 пен 43-ті қосып, және басқаларын бір-бірінен азайтамыз. Сонда бізде шығады 18 z шығады. Тең. Бұл екеуі 180 болады. 180 болады. Z тең 180-ді 18-ге бөлем. Z тең 10 шығады. 10 дегеніміз бұл қорықтағы балықтардың түрінің саны екен. Келесі есеп бізде 857-ші есеп. Аның берілген мәнінде теңдеудің түбірі болады ма, не болмайды ма, соны анықтауымыз керек. Ол үшін бізде мына түрдегі теңдеу берілген екен. Осы теңдеуді ары қарай шығаруымыз қажет. Міне 8x, аның орнына 9,5-ті қойдым. 8x минус 9. Енді бұл жерде 8x минус 8x тең минус 9 плюс 9,5 болады. 8x пен 8x-ің 0 болады. Ол тең 9,5-тен 9 азайтсақ 0,5 шығады. Егер x-тер жойылып кететін болса, бұндай теңдеудің түбірі жоқ, ол бос мүше болып есептелінеді. Келесі есепте аның мәні 10-ға тең. Яғни мына аның орнына осы 10-ды қойып жазамыз. 3,6 плюс 10, 0,6 плюс 10 дейді. Енді тысы барды бір жаққа жинайын. 6t минус 0,6t тең 10, азайту 10 болады. 3,6-тан 0,6-ны азайтсақ 3t қалады. Тең 10-нан 10 азайтам 0 болады. Енді t-ны табу үшін 0-ді санға бөлсем 0 шығады. Сол себепті t тең 0 деген мән шығады екен. Келесі. Бұл жерде аның мәні 1-ге тең екен. Аны қойып, x-ті табайық. x минус x тең 0,3 минус 41,3. X-тен x азайтам 0 болады. 41,3-тен 0,3-ті азайтсақ минус 41 шығады. Бұл жерде де x-іміз жойылып кетіп тұр. Бұлар тең бола алмайды. X жойылып кетсе, бұл есептің жауабы бос мүше деп есептейміз. Келесі, бұл жерде бізде 2 теңдеу берілген екен. Бұл жердегі теңдеуді шығару үшін әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңестірем. X минус 4, ол тең 0-ге. Осыдан x1 тең 0-ге, x2 тең 4 теңдіктің келесі бетіне плюс болып өтеді. Сонда бұл теңдеудің 2 жауабы бар. x1 0-ге, x2 4-ге деген 2 жауабы бар екендігін көз жеткізеді екенбіз. Келесі есеп. Сегіз жүз елу тоғызыншы есепте былай дейді. Координатада оқ түзуде берілген нүктелерінің координаталарын жазыңдар. Мына жер 3 болса, демек бізде әрқайсының ара қашықтығын 3 клеткадан алған екен бірлік кесіндіні. 1 болады. D2 болады. Мына жеріміз 3 болады. Енді 3 клеткадан кейін мына жер демек 4 болады. Келесі 1, 2, мына жер 3 болды. Мына жеріміз 4 болады сонда.
Енді аның координатасын табуымыз керек. Аның координатасын табу үшін бізде ара қашықтығында 3-ке бөлетін болсақ, барлығының координаталарын жазып шығатын болсақ, бізде мына жер 3 бөлікке бөлінгене. А дегенім демек 3/3-тен 3 бөлікке бөлінсе, А дегенім 3/3-тен 2 болады. 3/3-тен 2. В дегенім ол 0-ден бастап басталғанда 3 бөлікке бөлінсе, ол 3-тен 2 болады. 3-тен 2 болады. С дегенім, С-ның координатасы 1-ге тең. Д-ның координатасы 2-ге тең. Келесі Т дегеніміз ол минус болғандықтан 3 қатарға 3 бөлікке бөлінсе, минус соның біріншісінде тұр. 3-тен 1 болады. Е дегенім 3 бөлікке бөлінген кезде, ол бізде минус, мына жерде 1 болады. 1/3-тен 1 болады. F дегеніміз мына жерден бастап 2 басталады, сол 2-ның біріншісінде тұр. Минус 2/3-тен 1 болады. Ал К дегеніміз ол минус 2/3-тен 2 болады. Міне координаталарын жаздық. Енді нүктелердің қайсысы координата басына жақын? Бірінші бойынша жауап беретін болсақ, координата басына жақын ол бізде Т және В. Екінші, координата басынан алшақ орналасқандары ол бізде А және К. Үшінші сұраққа жауап берсек, нүктелердің қайсысы координаталар басынан бірдей қашықтықта орналасқан? Бірдей қашықтықта орналасқан нүктелер жоқ. Келесі есеп бізде 860 есеп. 860 есепке қарайық. Бұл жерде бізде 4 бұрыш берілген екен. Осы 4 бұрыштың ауданы берілген. С тең 128 сантиметр квадрат. Ені ұзындығының 50%-ын құрайды дейді. Ұзындығы А болса, 50% деген оның жартысы, А бөлінген 2 болады. Енді бізге айтады, тік төртбұрыштың ұзындығын тап дейді. Жалпы тік төртбұрыштың ауданының формуласы А көбейтілген В. Осы 2 қабырғаны бір-біріне көбейтеміз. А бөлінген 2 көбейту А, ол тең бізде 128-ге. Аны Аға көбейтем, А квадрат шығады, ол бөлінген 2-ге, тең 128-ге. А квадрат тең 128 бен 2-ні пропорция етіп көбейтіп жіберсем, 256 шығады. А тең 256 деген ол 16-ның квадраты. А тең 16-ға. Сонда мына жерде бізде ұзындығын тауып алдық. АД деген бізде ұзындығы қойы. АД бізде 16 сантиметрге тең болды. Ал АВ деген ол бізде ені. АВ тең 16-ны 2-ге бөлеміз. Сонда 8 сантиметр шығады. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.